Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін менімен бірге тез дайын болатын пончиктерді дайындап көруге кеңес беремін. Ол үшін бізге арнайы пончиктің формасы бар мультипекар қажет болады. Қажетті құрамын описаниеге жазып қоямын. Ал енді тестасын дайындап алайық. Ол үшін 2 жұмыртқаны жарып, үстіне қантты салып, жақсылап көпіргенше көлем ұлғайғанша миксерлейміз. Үстіне бөлме температурасында еріген сары майды саламыз. Жарты лимонның суын қосамыз. Миксермен араластырамыз. Електен өткізілген ұнға жарты ас қасық разрыхителді қосып араластырып аламыз. Жаңағы жұмыртқалы массаға қосып бір келкі болғанша миксерлейміз. Осымен қамырымыз дайын. Менде Редмондтың арнайы мультипекары, осы пончикке арналған. Қыздырып дайындап аламыз. Жарты ас қасықтан салып шығамыз. Бетін жауып 3-4 минутта пісіріп аламыз. Шамамен 3-4 минутта піседі. Осылай бір-бірден түсіріп аламыз. Барлығын дәл осылай қайталай отырып пісіріп аламыз. Осы тестадан шамамен 24 пончик шығады. Егерде көп болғанын қаласаңыз, құрамын 2 есе көбейтуге болады. Міне осымен пончиктеріміз дайын. Тез әрі қолжетімді заттардан дайындалады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай арасы көтеріліп, жұп-жұмсақ болып шығады. Ас болсын.